Біздер енді осы Сарайшық ауылынан байырғы тұрғынымыз үш жерде туып өстік, оқыдық. Осы ауылдың дейтін баяғы кішкентай бала кезімізден бастап үш жерде қанша ата-бабамыздың жаңағы тарихы жатқан оқытушылардан да үлкендерден де естіп білдік, өзіміз көзімізбен де көрдік. Бірақ ешқандай халыққа жариялығы, осы елдің халыққа деген жаңағы істеп жатқан жұмыстары көбінде көрінбейтін еді. Жаңағы көбі Москвадан, басқа да Россияның қалалардан келіп, жаңағы осындан шыққан дейтін қазба байлықтарынан жәдігерлерді алып кетеді. Соны көреміз де басқа. Енді міне осы егеменді алғаннан бері ауылымызда дейтін осы ауылымыздың тарихы көтеріліп, өзгеріп, халыққа таралып, жұмыс жасап жатқан өз көзімізбен де ішінде араласып та жүрміз. Енді мен риза болатын себебі осы ауылдардың үлкендердің атынан, жаңағы бұған дейін де қанша адамдар осыны басқарып жатыр, бірақ үш жерде кіндік қан тауып, жаңағы өскен Айбек Тұрарұлы осы жұмыстармен айналысқаннан бері мен бірқатар жұмыстарын көріп келатырмыз, айтылып жатыр. Қаншасы да әркім өзінің туған топырағындағы істеліп жатқан жұмыстарды көрсетуге барынша атсалысын осы азаматтың арқасынан көріп жатырмыз. Жаңағы ауылымыз дейтін жаңағы бұрында тек қана ертеректе салынған музей-мен қазір дейтін қазба жұмыстары жүріп жатқанын, оны газет журналдардан, телевидениедан көріп жатырмыз, істеп жатқан жұмыстарды. Бірақ қазақта жақсыларды айтып, нұр тасын деген мақалымыз бар. Соған енді ауылдың үлкендерінің атынан осы Айбек сияқты інілеріміздің істеп жатқан жұмыстарына риза боламыз. Және онымен қоса мына музей директорының жұмысын көріп, мына жан-жақты азамат екенін көріп жатырмыз. Қазақта бір жақсы сөз бар. Көп өмір сүргеннен сұрама, көп көргеннен сұра деп. Бұл азаматтар да көп көріп, оған дейін де бірнеше институттарда проректор, ректор болған азамат. Ол да осы біздің районның тумасы. Соны жаңағы осын дейтін неде көтеруге барын салып, жоғары жаққа айтып, соны жоспарын дейтін жаңағы Айбек сияқты інілерімізге берсе, олар мұндан істеп жатса, ол жан-жақтан шауып, ізденіп жүргендерін көріп жатырмыз. Біз енді осы отырған жерде көбінде той садақада үлкендер жиналғанда осыған риза боламыз. Ауылымыздың осындай бәлен 70-тен асып жатырмыз. Осы жылдардан бері қанша нәрсе келіп жатыр. Оның бәрі дейтін басқа Россияның қалаларына кетіп қалып, Москва, Санкт-Петербургтарға кетіп қалып жатқанда, қазір өзіміз жәдігерлер өзімізді сақтап, көріп, қазір тіпті басқа жерге барғанда ұялмай, істеліп жатқан жұмыстарды көргенімізді айтып жеткізіп жүрген өзімізге бір мәртебе. Сондықтан енді қазірше енді бұл азаматтар істеліп жатқан жұмыстарын айтылып жатыр. Жаңағы салынып жатқан үлкен жаңағы музейлерді, қонақ үйлердің бәрі Алла тіршілік болатын болса, осы халыққа әлі көрінеді, әлі де айтыла жатар. Мен тек айтарым, осындай жұмыстар алға баса берсін, осындай істеп жатқан азаматтарға денсаулық, жұмыстарда сәттілік тілейміз. Біздер дейтін осы жерде тұрғанымызға қазір ризамыз. Қазір басқа облыстарға барған уақыттарда кәдімгі Сарайшықтан дегенде, Атыраудан неше Сарайшықтан дегенге еленді тағылып. Соны мақтаныш тұтамыз. Сондықтан барлық жұмысқа біз енді үлкендер атынан тек сәттілік тілейміз.